жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. Осындай жолы мен жөні бөлек аяулы ұстаздарымыз шәкірттерінің мақтанышы ғана емес, бүкіл ел мақтанышы. Құрметті ұстаздар, шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен сіздерді құттықтаймыз. Великое и благородное слово «учитель». Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души. Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и доброту. В День Учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувидаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа. Любите и будьте любимы, теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от родителей, любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы. Ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы деп. Ақын Қайырбек жырлағандай, сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болған мақтаныш етеміз. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы: ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз деген. Дорогие учителя, поздравляем вас с Днем Учителя и желаем вам любви, удачи, мира, здоровья, успехов. Поздравляем! See you.